Саламатсыз, қалайсыз? Саламатсыз ба? Мгм. Шүкір, жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, бір аман есен. Ол қосылдық ал. Иә, иә. Қалай жағдайыңыз? Жақсыздар ма? Шүкір, жақсы. М. Онда біз қайтадан бастайық, иә, кешегі тақырыбымызды. Мгм. Енді кеше эфир сақталмай қалды, бірақ көргісі келгендер көп болды. Жекеме жазып сұрап жатқандар. Мгм. Жүректен шыққан сөз атты тікелей эфиріміздің кезекті саны. Бүгінгі қонағымыз журналист, ақын, абайтанушы және алғашқы қарт өлеңдер жинағының авторы Оразбек Сапархан. Қош келдіңіз, Ореке. Енді менің бірінші сұрағымыз сіздің бір уақыт балаларға ауыз әдебиеті жайлы курс жүргізгеніңізді білемін. Жалпы осы ауыз әдебиетінің балаларға қандай пайдасы бар? Енді, біз шынымен де ұлттық дүниетаным жүргіздік. Ол әрине ауыз әдебиетінен басталатыны ақиқат. Бұл танымды не үшін ауыз әдебиетінен бастап отырмыз десеңіз, бұл жерде ауыз әдебиетінде көптеген ақпараттар бар. Бізді ұлт ретінде осыған дейін рухани ұстанымымызды сақтап келген осы ауыз әдебиеті болды десек, біз қателеспейміз. Өйткені біз өмірдің мәнін, қандай адам болу керектігін, ненің дұрыс екендігін, елді қалай қорғап, отбасына қалай қорған болу керектігін осы ауыз әдебиетінің бай мұрасы арқылы түсінген халықпыз, және соны ұрпағымызға солай жалғастыруды дәстүрге айналдырған елміз. Сондықтан да біздің бүкіл танымдық жүйеміз ауызша айтылатын біздің ертегілеріміз, мақал-мәтелдеріміз, жаңылтпаштарымыз, шешендік сөздеріміз, аңыз әфсаналарымыз арқылы бізге жетіп отыр. Бүгінгі таңда да айталық бізде бүкіл қазақтың білмейтін қазақ жоқ шығар, сөздің көркі мақал дейміз. Бірақ ауыз сөз болғанмен осында көптеген ақпарат жатыр. Өйткені сөз деген Нашқұрышев атамыз айтар, адамзатты хайуаннан farqlап тұратын нәрсе дейді. Біз ойлаймыз ақыл не деп. Бірақ Нашқұр атамыз сөзді арнайы бөліп алады. Шынымен де бүкіл хайуан мақұлық сөйлей алмайды. Бірақ адамның артықшылығы осы сөз арқылы өзінің кім екендігін танытады ғой. Яғни адамдығын білдіреді, кісілігін ұқтырады, өнегесін шашады, кесепатын немесе шарапатын тигізіп жатады адамға. Осы сөздің дейді, яғни интеллекті деген сөз ар жағында. Сөздің ар жағындағы семантикалық мағынасы ол жерде интеллект дегенді білдіреді. Яғни кімнің кім екендігі деген сөз ғой. Сөз ақпарат. Осыны қалыптастыратын, осының көркі болатын нәрсе мақал. Ал мақал деген біз фольклордың мынау әдеби неде кішірейту деген не бар ғой, тәсіл бар ғой. Көп үлкеннің орнына кішкентайды алу. Яғни фольклордың орнына мақалды алып, қазақ атамыз айтады, интеллектінің басы осы фольклордан басталады. Осы сөздің көркі мақал деген. Неге осыны айтып отыр? Бұл жерде фольклорда біздің тарихи таным бар, әдеби таным бар, мәдени қабаттар бар, діни қабаттар бар. Сонымен бірге ғылыми таным да бар фольклор. Жаңағы бір мысалмен келтірейікші. Жиренше шешеннің қысқа ғана мысалы аңыздан. Жиренше шешен ханмен келе жатады бір күні. Ханның нөкерлері бар, уәзірлері бар қасында. Үйге жеткенше ол кісі азаматым бар, азаматым деген сөзді жиі айтып келеді. Сонымен үйдің алдына келген кезде қарақостың алдына кішкентай 6 жасар бала шығады. Сонда уәзірлер кәдімгі қарқылдап ат үстінде күлді дейді. Сіздің азаматым деп айтып келе жатқаныңыз осы ма? 6 жасар ұл ғой мынау. Қайдағы азамат? Сол кезде жиренше тұрды да қамшысын жерге тастап жіберді. Сөйтті де, балам, қамшыны беріп жіберші дейді. Баласы қамшыны бүктейді де ат үстіндегі әкесіне береді. Осы жерде айтады, азаматым болмаса қамшымды кім алып береді? Яғни қамшының түсіп кетуі деген бір нәрсеге мұқтаждық қой. Яғни алуға мұқтаж болып тұр.
мұқтаждығымды шешті. Демек, азаматтың бұл жерде мәні ашылады да. Азамат ханның алдында, қараның алдында да, әкенің, яғни алдыңғы буынның алдында да өзінің мұқтаждығын, бір мұқтаждықты орындай алатын адам кішігірім бір азамат болып есептеледі деген балаға түсінік бар. Осы жерде хан құптады дейді Жиреншенің сөзін. Сол арада уәзірлер жиылды, Жиреншенің түсінігін мойындады дейді. Бұл жерде қандай танымдар бар? Бұл жерде бірінші балаға қоғамдық таным ғой, яғни азамат деген кім? Міне осы азамат деген қоғамдық статустың шағын анықтамасы. Хан мен қараның алдында белгілі бір мұқтаждықты шешетін тұлға деген. Балаға осы қалыптасады. Екінші ол жерде сұрақ туындайды балаға. Хан деген кім ол? Яғни саяси таным. Хан деген ел басқаратын тарихымыздағы деген кезде тарихи таным басталады. Қай кезеңде біз хандықта өмір сүрдік? Осынша ғасырдан осынша жылға дейін, осыншама ғасыр біз хандық құрып келген елміз, пәленше хан болған деген. Онымен бірге кезекте мынау біздің үлкен метод жатады фольклорда. Яғни қандай метод? Сіз азамат деген мынандай деп балаға құрым моральдық кеңес бергеннен көрі, осы қызықты оқиғаны айтып берсеңіз, бұл жерде баланың қабылдауы жақсы болады. Және бұл тереңірек әсер етеді. Яғни құрғақ су сияқты емес қой, құмға құйылған. Бір белгілі бір құнары бар, нәрі бар, көптеген сөздік қорын айтады. Қаншама сөз айтылады. Мысалы, Жиренше ханмен келе жатып дегеннен бастап сөзін санасаңыз, қаншама сөз шығады. Және бұл фольклорды біз балаға сіңіруде бір методты көбінде ескермейміз. Мынау Абай атамыздың өмірінде де болған, және ежелгі қазақтың өмірінде. Біз де соның шет жағасын анша-мұнша көріп қалғанбыз. Яғни айтқызады да, келесі бір күндерінде сұрайды сені. Сол ертекті айтып бер. Немесе қонаққа барған кезде соғым басына бір жиын тойдарда саған айтқызады. Балам, сен сол ертекті айтшы. Біреуге айтқызады да, сол тоқтап қалса айтып, ескілеу ау десе саған айтқызады. Сен іліп алып айтшы енді ар жағын. Міне бұл дәстүр баланың сөздік қорын байытады. Және міндетті түрде осы жатқа айтқан кезде бала өзінің қиялына бір нәрселерді қосып айтады. Оны тежемеу керек. Бұл фантазиялық өрісін байытады баланы. Ойлау көкжиегін кеңітеді. Ойлаңыз, тарихи жадысы сіз бір кішкентай моральды айттыңыз. Мораль кодекс, азамат деген осындай болу керек, үлкеннің тілін алу керек, айтқан бұлтармау керек деген сияқты принциптермен. Ол есінде қалмауы да мүмкін. Екінші жағынан, ол жерде ешқандай бір тарихи кеңістік жоқ. Мәдени кеңістік жоқ. Этнографиялық кеңістік жоқ. Ал анада қамшы деген не, ат деген не, ат үстінде тұрды, ат деген қарақостың алдында, кәдімгі этнографиялық кеңістік бар ол жерде. Этнографиялық жады бар балаға, таным бар. Қамшы деген не деп сұрақ сұрайды, қазіргі бала, көрмеген бала. Ат деген не, ол қандай жануар, жылқы деген. Қайсысын ат деп айтамыз дейді. Сосын қос деген не дейді. Міне бұдан этнографиялық жады шығады. Тарихи жадымен болса. Және мәдени қабат бар. Ол жерде қоспен итарқа, жаппа, киіз үй. Киіз үйдің өзі бөлінеді ғой, мысалы. 6 қанат, 4 қанат, 8 қанат, 12 қанат деп. Осынша нәрселер фольклордың бір ғана мәтіннің астында жасырынып жатыр. Осыны ашықтап балаларға түсіндірер болса, баланың көкжиегі кеңейді, дүние танымы қалыптасады. Және қоғаммен қарым-қатынасы. Осы жерде бір нәрсеге мән берейікші. Осы аңызда хан үндемей тұр бастан аяқ. Оның қалай құптағаны айтылмайды. Демек, қабақпен құптады, мүмкін үнсіз басын изеді деген сияқты. Сол жерде ханның статусы тұр. Біздің бүкіл басқарылу құрылымымыз кішкентай бір ертек аңызға сыйып жатыр да алақандай. Яғни хан қарашамен де жүреді, қасында би шешендері, яғни интеллекті қауым болады оның қасында, уәзірлер болады, нөкерлер деген сияқты. Олар қара күштің адам екені көрініп тұр, жаңағы ехелеп күлгенінен, мысалы, Жиреншенің кішкентай ісіне.
Ал жиреншенің сондай бір дегдар болмысы бұл жерде, және ар жағында тұрған ханның статусы ең басты орында балаға әсер етеді. Міне бұл баланың сол халықтың бір өкілі екендігі. Және қараңыз, көбінде фольклорда тазша бала, жиренше шешен, алдар көсе, қожанасыр, мыстан кемпір, қасқыр, түлкі, аны ертегіде, мұны ертегіде көп жүреді. Мысалы, хайуанаттар туралы ертегіде түлкі, қасқыр, кешіріңіздер, аю деген сияқты біраз тұрақты кейіпкерлер бар. Және мынау тұрмыс салт ертегілерінде жаңағы жиренше, алдар көсе, сонымен бірге жаңағы аңыздарда, батырлық ертегілерде көбінде ертөстік, Ерболат Кендебай, бізде тұрақты кейіпкерлер бар, Осы кейіпкерлер нені ұғындырады? Өмірдің бір тұтас жүлгесі. Жаңағы алдар көсе бірде баймен кездеседі, бірде қарашамен, бірде жаңағы зұлыммен, бірде жақсы адаммен деген сияқты. Өмірдің ақ пен қарасы, күнгейі мен теріскейі, оң беті мен теріс беті алма кезек тұратын бір құбылыс екендігін баланың санасына сіңіреді. Яғни біздің бүкіл өмірдің әр саласы туралы, керек болса бұда кәсіпкерлік бар. Мысалы, ертегілерде ағаш шауып отыр еді, мысалы жаңағы ертөстікте жаңағы түйемен келе жатуы, менің түйе шаруашылығы, жылқы шаруашылығының қоса жүруі, міне бұл баланың санасында бір шаруашылыққа деген танымның қалыптасуы үшін өте маңызды. Яғни баланың бір өмірге керекті тұлға болып, Абай атамыз айтқанда, өзінің орнын, кетігін таба алатын кірпіш болу үшін бұл фольклорлық жады балаға өте керек. Яғни ауыз әдебиеті баланың жалпы дүниетанымын, өмірге деген көзқарасын жан-жақты қалыптастырады. Сонымен бірге біздің өзіміздің ұлттық танымменен байланысын жақсы қалыптастырып тұрсыз ғой. Таным, мысалы, фольклорда мынау немен табиғатпен үндестік адамның, мысалы, ол біздің тек ұлттық танымымыз емес, ол күллі адамзаттық таным. Яғни фольклордың шекара бар аймақтары да бар ұлттық таныммен, және шекара жоқ жалпы адамилық, адамзаттық адамгершілік тұрғысынан дүниелерді. Мысалы, мынау ғасыр болсын, алдар көсе болсын, ода ешқандай бір ұлттық не жоқ. Ол түркі халықтарына ортақ. Ал керек болса, оның мазмұны түркі халықтарынан да асып арнасы, мазмұндық арнасы. Бүкіл адамзаттық, яғни жақсы, жаман, зұлым, әділетті сияқты осы ақ қараның ара жігін ажыратуға, баланың танымын қалыптастыруға. Ал енді фольклордың бір ауыз сөзбен жинақтасақ, адамилық қасиетін қалыптастыру, тұлғалық қасиетін қалыптастыруға танымдық негіз болады ғой. Машалла. Жақсы. Енді қазір смартфондар, түрлі гаджеттер дамыған заманда өмір сүріп жатырмыз. Енді осы кезеңде балаларды ауыз әдебиетіне қызықтыра қою да оңай емес. Енді өзіңіз де біліп көріп жүрсіз жаңағы, мысалға қарапайым сабақ оқуға баулу кішкене қазір қиындық тудырып тұрған заман, ауыз әдебиетін былай қойғанда. Енді осы кезеңде ата-аналарға ауыз әдебиетіне балаларын баулу үшін қандай кеңестер берер едіңіз? Бұл жөнінде әуелі мен және сіздің дамыған деген сөзіңізден тақатып осы сұрауға кішкене жауап беруге. Шындығында әр нәрсенің оң беті, жаңа фольклордан бері бізге жеткен ақпарат, әр нәрсенің оң беті, теріс беті болады. Сол сияқты бұл даму процестерінің де өзіндік қиындықтарымен қоса, өзіндік мүмкіндіктерін қоса жүреді. Ол енді нәрсе, бүгінгі әр қазақ біледі оны. Мынау шындығында қазір кітапқа сұраныс азаюған болуы мүмкін, бірақ кей тұрғанмен бүгінгі таңда смартфонның мүмкіндігі бұл кітапқа деген мұқтаждықты іздеп жүруге, таба алмай қалуға деген қажетсінулерді қамтамасыз етуге мүмкіндік беріп отыр ғой. Қазір Play Marketке кірсеңіз, көптеген ертегі қосымшаларын табуға болады. Мақал-мәтел қосымшаларын табуға болады. Шешендік өнерге қатысты қосымшалар табуға болады. Ақылы, ақысыз әрине.
Осының барлығы бізге берілген мүмкіндіктер. YouTube арналарында көптеген ақпараттар алуға болады. Жаңағы біздің ертегілерді тыңдауға балаларға, сонымен бірге мақал мәтелдерді тыңдауға. Бізде кезінде бір не жүргізгенбіз, Telegram канал. Әлі де сол жұмыс жасап тұр, Инстаграмда аккаунт. Мақал мәтел туралы. Онда керек кездесетін және бүгінгі таңда қолданыстан коэффициенті өте төмен, яғни қолдану жиілігі өте төмен мақал мәтелдерді талдап жазғанбыз, ашықтап танымдарды. Осындай мүмкіндіктер қоса жүреді. Бұл жерде белгілі бір мүмкіндік азайды деген жоқ. Ал енді кітап жөнінде айтатын болсақ, әрине бір республикалық, бір кереметтей не қылған бір қанша санаулы баспалар айтуға болады. Мысалы, балалар әдебиеті, Атамұра, Мектеп, сосын мынау Полиант баспасы бүгінгі таңда осы баспалармен шектеледі, саусақпен санарлық баспа. Ал енді өңірлік баспалардың санын, мысалы, мен өкінішке орай білмеймін. Сондықтан бұл кітапты іздеген кісі табады. Енді өзіміз кітаптың төңірегінде жүргеннен кейін сирек кітаптар болмаса, балалар әдебиетінде қазір кітап сататын, тіпті базарлар, қара базарлардың өзінде кітап сататын жерлерде тым құрғанда 2 кітап табуға болады. Жоқ дегенде ынтасы бар атаға. Енді бүгінгі заманның мүмкіндігін пайдаланамын деген кісі бар, толып жатыр мүмкіндіктер. Ал енді қандай кеңес берер едіңіз дегеніңізде, мен әрине баланың жалпы мынау фольклорды балаға үйретуде бір нәрсеге, жалпы білім беруде бір нәрсеге көңіл бөлу керек екен. Мен мынау Құнанбай аталарымыздың өмірінен, Абай атамыздың өмірінен, жалпы сол әулеттің бала тәрбиесі туралы тәжірибесін біраз зерделегеніміз бар еді, өзіңіздің де хабарыңыз бар. Сол жайлы біздің ата-аналарға курсымыз да бар, Құнанбай бала тәрбиесі. Жақындасам жаңғыртып, басқа мазмұндармен байытып, шығаруға күш салып жатырмыз. Енді осы жерде бір нәрсе, баланы тану деген өте маңызды мәселе. Балаңыз қай жердің кірпіші? Бізде бар, өкінішке орай, экономист болатын баланы аппаратта неге беріп жібереді? Журналистикаға береді. Жақсы тілші болатын, жазушы болатын, бір қаламның қайраткері болатын баланы аппаратта, мына жақта адвокат болатын, заңгер болатын білімге беріп жібереді. Немесе бір құрылысшы болатын білімге беріп жібереді. Ата-анасы өзінің несін тықпалайды, дүниетанымын тықпалайды, өзінің кәсібін тықпалайды. Осы да жақсы, сен мұғалім бола салсайшы, осы жерде жақсы айтып өлмейсің деген сияқты. Қорада жұмыс бар, өзіміздің ауылдың ішінде деген мәселелер. Қаның қабілетіне қарамайды дейсіз ғой. Баланы тұлға ретінде дамуын тежейді және баланың өмірде өзін таппауына алып келеді. Міне бұл фольклорда бір несі баланың өзін табуына. Сан салалы ақпарат беріледі ғой бұл жерде. Кәсіпкерлігі де бар, ғылыми ақпарат та бар ішінде, мысалы фольклордың. Танымдық ақпараттар енді өте шексіз мүмкіндік бар бұл жерде. Сондықтан бала өзін, есті бала өзіне диагноз қоя бастайды. Мен өзі кім болғым келеді? Мен қайда барсам дұрыс? Осының қайсысы? Жанына жақын нәрсені таба бастайды ғой бала. Міне осының қайсы нәрсені тапқанын ата-ана қағылездікпен біліп отыруы керек. Сонда ғана бұл баладан нәтиже шығады. Әйтпесе фольклорды құя бердіңіз. Жарайды, дұрыс. Бірақ балада бір белгілі бір икемділік болмаса ше. Жарайды, фольклор қалыптастырады, а дегенде бір жақсы жаман, бір моральдық тұрғыдағы өзінің деңгейін статусын қойып алуына көмектеседі. Бірақ біз айтып отырған терең тұлғалық деңгейге апару үшін әрине бұл жерде ата-ананың көмегі ауадай қажет. Ол мейлі смартфоннан қарап отырсын, ол мейлі YouTube каналдарын көріп отырсын, телеарнаны қосып қойып, мысалы. Телеарналардан қарап отырсын, телевизор қосып, каналдардан көрсін, немесе кітап оқып отырсын. Бұл жерде ата-ананың қозғаушы ролы, жетекшілігі, кәдімгі ата-ананың ұстаздық миссиясы өте керек. Яғни ауыз әдебиетін балаға сіңіру барысында да баланың қалыптасуына, қай бағытта дамуына әсері болады дейсіз ғой, иә? Соған мән бере алсын ата-аналар деп тұрсыз ғой. Осы жағынан да ата-аналар жаңағы байқампаз болса деп тұрсыз ғой.
мен түсінгенім осылай. Ата-ананың өзінің интеллектілік талаптар ата-анаға қойылатын. Яғни қазақ айтады, өзің диуанасың, кімге барып пір боласың дейді. Иә. Сонда яғни өзінің интеллектілік деңгейі төмен болатын болса, ол балаңызды қай жерге жеткізесіз деген заңды сұрақ туындайды. Және бір ащы сұрақ. Бұл жерде подтексте ата-ананың тұлғалық дамуы деген әңгіме. Осын да ескеру керек. Яғни біз болдық, 11-ші сынып бітірдік. Енді бізде төмен статустар ғой, мынау білім тарихы жағынан. Немесе біз арнайы мамандандырылған бакалавр білімімізді алғанбыз, немесе мен магистрантпын, мен доктормын деп тоқтап қалу, ол дұрыс емес. Иә. Бала үшін де, балаға фольклорды үйрету үшін де бұның маңыздылығы бар. Енді басқа саламен қамтып айтпай-ақ қояйын. Кәсіпкерлік жағынан әркім өзінің кәсібін өзі жақсы біледі ғой, біз ақыл айтпасақ. Бүгінгі тақырыпқа сайда осы тұлғалық дамуы ата-ананың өте өзі. Мен соны енді тұлғалық даму жағынан ауыз әдебиетінің пайдасы зор деңіз келіп тұр ғой. Иә, мен солай тұрмын ба? Ауыз әдебиеті балаға қай саланы, қай кәсіпті қалайтынын, қай салаға, қай кәсіпке қызығушылық танытатынын түсінуге мүмкіндік береді. Соны ата-ана мүмкіндік береді. Және осыны балаға талдап, жаңа баланың қай салаға бейім екенін, мысалы бала құс шаруашылығына бейім болса, жаны жақын болса, танытады соны. Онда хайуанаттар туралы ертегілерді, соған қатысты мақал-мәтелдерді ашықтап беріп деген сияқты. Ал басқа бір рухани салаға керек болатын болса, онда шешендік өнерге, шешендік сөздер, біздің шешендік толғауларымыз, мынау аңыз әңгімелер, көбінде аңыздар, осыны талдап беріп, оның өзіне ата-ана деңгей керек демек түсінемін ғой. Түсіндім. Яғни ата-ана өзіне қарай бейімдемей, баланың ыңғайына қарай бейімдесін. Түсіндім. Бұл міндет. Енді сізден оқырмандардан алдында келген бір сұрағымыз бар еді. Баланы қай жастан бастап, қай өлеңнен, қай кітаптан бастаған жөн дейді. Бұл жерде ауыз әдебиетін меңзеп тұрған сияқты, және бұл мәселеде неге көбірек көңіл бөлу керек дейді. Жалпы ауыз әдебиетін қай жастан, қай өлеңнен. Енді бұл жерде бәріміз білеміз, ауыз әдебиеті ең бірінші жаңағы баланың шыр етіп дүниеге келгеннен құлағына сіңеді әлдиі арқылы, ананың әлдиі арқылы. Одан бөлек басқа қандай кеңестер берер едіңіз мына жағынан? Қай кітап, қай жас деген кезде мүмкін жас шамасына қарай айтылу керек. Ауыз әдебиетінің де түрлері бар шығар. Мысалға, дастан жырларды енді өте ерте жаста айтты. Иә? Мысалға. Әрине. Осы жағын кішкене ашып өтсеңіз. Бұл жерде менің сұраққа кезек-кезегімен келейікші. Бірінші, қай жастан дегенге менің айтарым, әрине біз дүниеге көзге көрінгеннен, қазақ өзі баланы бөліп, көзге көрінбеген кезі дейді, яғни ол құрсақтағы дәуірі ғой, ар жағында рухтар әлемін айтып, көзге көрінсінші деп жатады баланы бір нәрсесін. Мысалы, дайындық, ит жейдесін дайындау деген сияқты мәселелерде. Осы көзге көрінгеннен кейінгі басталатын етап, әлдидің несі. Ал көзге көрінбеген етапта тағы бар екен біздің батыста деп жүрдік қой. Яғни бұрын былай ғой, сіз естияр балаңызға ертек айтып жатасыз, бірақ сонымен бірге құрсақ тәрбиесі жүріп жатады ғой. Бала құрсақта, ол бекер ғылым оны дәлелдеп қойды. Мысалы, құрсақтағы тапқа алу қабілеті, жадысы яғни. Сол кезде бірге дами береді екен. Міне, осының өзі маңызды. Яғни құрсақта жатқан бауылды беру керек дейсіз ғой. Ата-анаға тіпті бірінші баласы болса да, құрсақта сәбиіне ертегі оқып берсе, мақал мәтелдермен сөйлеп жүрсе, шешендік өнерге қатысты шешендік кітап дегенде, мен белгілі бір кітапты айта алмаймын, бірақ тәжірибемнен мен мынау алтын кітап, ертегілердің алтын кітабы деген 2 томдық бар, иә? Сол томдықтан бастап біздің досымыздың тәжірибесі бойынша ол баласы бізден немізден кішкене ілгері болды, интеллектісі жағынан да. Сол досымның тәжірибесі бойынша мен де осы алтын кітаптан бастап баланы кітапқа үйір қылып бастадым.
Ал енді методика жағынан болса, мазмұндық жағынан, әрине ол алтын кітапқа жабысып қалудың несі жоқ, бір ескерте кететін жер. Қазіргі таңда интернетте де толып тұр ғой кітаптар. Интернетте де электронды кітаптармен қоса сайттарда да жаңағы біздің фольклорға қатысты дүниелер өте көп. Иә. Жағынан абай осы жалпы баланы білімге үйір қылудың екі методикасын ұсынады. Біреуі баланы дейді алдап үйір қылу дейді. Яғни белгілі бір мотивация арқылы, қызықтыру, иә, еліктен шабыттандыру арқылы. Екіншісі айтады, оны кәдімгі ата-ана ретінде мәжбүрлі түрде үйрету. Ал бұл жөнінде де балаға мәжбүр деген бұл жерде күш қолдану меңзілмейді, менің түсінігімде. Абай атамыздың жеткен деректер бойынша ол кісі бір қатты керемет қаталдықты өзі жаны сүймейтін тұлға ғой, өте бір әділетсіздікке ұшырағанда болмаса. Иә. Бұл жерде салдарында ескере отырып, мен екінші әуелгі нұсқаны таңдаймын. Яғни белгілі бір мотивациялар жігерлендіру арқылы. Бұл Құнанбай атамыздың медресе салғандағы мынау жаңашылдық бағытта пәнмен қосылған медресесі болғаны белгілі ғой, ескі там деген. Сол медреседе бізге жеткен тарихи деректерде балаларға Бұқара өңірінен кәдімгі жеміс жидектер әкелініп, жақсы оқыған балаларға таратылып тұрды. Міне бұның өзі білімге жетілдіруде оның қолы жетпейтін. Ойлаңызшы, енді Шыңғыстауда мейіз, өрік деген нәрсенің өсіп, базарда сатылымда жүргенін ойлап көріңіз. Елестету өте қиын. Осыдан 1,5 ғасырдың алдындағы тарихи кеңістік. Міне, осы заманымызда қолы жетпей жүрген мәселелерді, оның белгілі бір нәрселері болса, қажеттіліктері болса, соны орындауға шарт қою арқылы балаларды үйретуді ұсынар едім. Яғни, ол жақсы көретін нәрсесі болуы мүмкін, ол білімге қатысты болуы мүмкін, ол азық-түлікке қатысты болуы мүмкін деген сияқты, баланың әуесіне қарай. Яғни, сол кезде бала тез үйренеді. Баланы шабыттандырып отыру керек дейсіз ғой. Міндетті түрде жаңағы нәрсені сұраған болатын едім. Мынау айтқыздыңыз ба? Тыңдаттыңыз ба? Қайттан сұрап алыңыз. Айтқызу өте маңызды. Өйткені қазіргі таңда балаларда тілдің дамымай қалуы өте ауыр мәселелердің қатарына еніп келе жатыр. 3 жастағы, 4 жаста тілі шықпаған, 5 жаста тілі шықпаған. Ал оны былай қойғанда, біздің мынау тіл ұстарту деген нәрсе бар, иә? Білесіз, қазақ тілі ғылымында. Яғни тілдің дұрыс дыбысталуына, тілдің дұрыс дамуына бағыт бағдар беру. Бұның ішінде тілдің дұрыс дыбысталу мәселесі бар. Яғни бүгін өзіңіз білесіз, сізбен біздің әріптесіміз болып жүрген, эфирлерде жүрген әріптестеріміз бар. Ыңды айта алмайды. Бұл деген аянышты нәрсе. Яғни ың деген қазақ тілінің төл дыбысы. Түрік тілін жақсы білетін маман ретінде білесіз ғой, түрік тілінде ың жоқ. Ың деген дыбыс жоқ. Түрік халықтарының ішінде бізде ғана бар ғой, ың деген. Көрші қырғыз бауырларымызда жоқ, татарларда жоқ, өзбекте жоқ. Ың бізде ғана бар, төл дыбысымыз. Осы ыңды айта алмай, ың деп айтып жүргені, бұл балалардың фольклорлық қайнарға құлақ құрышының қанбағандығына және тілін дұрыс ұстатпағандықтан, яғни тілінің дыбысталу мүмкіндіктері ашылмай қалған. Яғни бала күнінен ауыз әдебиетін құлағына сіңіріп өспеген дейсіз ғой. Соны жаттап, соны қайтадан айтып беріп, топты ортада айтып үйренсе, ол бала ондай болмасы. Осы жерде жаңағы тақпақтар, жаңылтпаштар, жаңағы санамақтар жақсы ғой балаға, иә? Сол бір жаңағы 2, 3, 4, 5 жас аясында. Мынау фольклорға байланысты баланың жастарына қарай фольклорлық жанрларды үйлестірген дұрыс деп есептеймін. Жаңа де сіз бір ауыз айтып кеттіңіз ғой. Мысалы, кішкентай күнде әлди, әуенмен айтылатын баланы ырғатып, тербетіп, әуенмен қоса, әуенмен тербетеді, рухани жақтан. Бұл сазбен бірге жүреді. Бұл жерде әлди жатады, жырлар, бесік жырлары, бұның мазмұны бай, мазмұн. Бір-екі әннің нұсқалары ғана қалды өкінішке орай. Бірақ ізденгені ата-ана бұны тауып алады. Бесік жырларының деген нұсқалары бар. Сол нұсқаларды кезекпе-кезек айтып отырса, баланың белгілі деңгейдегі жаңағы 1 жасқа дейінгі өміріне жетіп артылатын нұсқалар бар. Ал енді одан кейін
балаларға жаңылтпаш келе бастайды. Ертегімен тіпті қатар беруге болады бұны. Өйткені ертегінің жастық несі лимиті өте жоғары. Мысалы 10-15 жасында түсетін ертегілер бар балалар. Мысалы мынау Ақжан Машани атамыздың шәкірті Құлқан ағамыз бір сұхбатында айтып еді бізге. Мынау ертөстік Қарағанды өңіріндегі металлургия саласының хатқа кодтармен түскен нұсқасы дейді. Да? Мысалы анау мыстан кемпірдің несі дейді. Жез тырнақ жездің несі дейді. Да, даже. Осы арқылы сосын анау бір теңгеден темір таяқ тебендей болғанша дейді ғой. Иә. Ғылыми несі дегенді айтып отырмыз. Бұл жерде компас бағдар сол кен орындарына нұсқаулар жатыр деген үлкен тақырыпты қосқан. Ал бұны кәдімгі сіз бен біздің жасымыздағы адамдардың өзі біле бермейді. Иә. Сонда бұл балаға бір сіңіріледі. Ал осымен қоса баланың тілін дамыту үшін жаңылтпаш ертегімен бірге жүру керек. Мақал мәтел, ол өзінің сөйлеу мәнерін, өзінің белгілі ортада ұстауын, 6-7 жасында аңыз әңгімелерді бастаған орынды. Өйткені бала ол кезде кәдімгі тұлға ретінде қалыптаса бастайды. Біздің тұлға ретінде қалыптасу өзі 13 жасқа дейін қазақ руханиятында. 13 отау иесі деген сөз қазақта. 13 жаста ол белгілі отбасын алып жүре алатын интеллект. Жауапкершілік алып жүре алатын жасқа келді деп санап тұр ғой. 13 жаста үйренді деп есептейміз ғой. Ол әрине оның сыртқы формасы, ол да біздің дәстүрімізде болған бір мезгілдерде. Бірақ негізгі мағынасы баланың интеллектісіне қатысты мақал. 13 жасында бір отбасын дөңгелентіп алып жүре алатын интеллектіге жететін тұлға деген сөз ғой. Даму деңгейі сондай болып тұр ғой сонда сол кезеңде. Баланың интеллект ментальды түрде дамуы сонда 13 жасында жауапкершілік алып жүре алатындай деңгейге жетіп тұр. Енді ондай деңгейге жетуде сол ауыз әдебиетінің үлкен рөлі бар болып тұр ғой. Енді ол кезде таза ауыз әдебиетіне сусындайтын еді ғой. Бүйтіп қарайтын болсақ. Мысалы қараңыз, Абай романын оқымаған қазақ кемде кем шығар енді. Тым құрған үзіп жұлып. Әйтеуір атын естіген қазақ біледі ғой. Осында айтылады ғой. Зере әжеміз, Ұлжан шешеміз Абайға бір мұнша ақын жазушыларға келеді. Соларды бір ат береді. Яғни бізде руханияттың құндылығы арзан болмаған еш уақытта. Және бұған бей-жай қарамаған. Кәдімгі қолындағысын барып беріп отырып, осы фольклорға баулыды баласын. Содан Абай шықты. Машалла. Сонда әуезов бұл үш қайнары бар дейді. Бүкіл осы әуезовтен кейін бүкіл зерттеуші осыған тоқтайды. Абайда үш қайнар бар. Сол қайнардың біреуінде әуезов ең алдыңғысын айтады. Өзінің халқының төл мәдениеті, төл ауыз әдебиетінен сусындауы деп. Яғни фольклорлық бай мұрасынан сусындап өскен Абай дейді. Осы ең басты рөл атқарды дейді. Және күнде келетін бір деректе мынау Көкбай атамыз айтады, Абай атамыздың шәкірті, 25 жыл өмірінің соңында қасында жүрген кісі. Сол кісі айтады, Абайдың 3 қасиеті бар еді дейді. Соның біреусін айтады, қандай да бір мәдениет өкілі болсын бол дейді. Еуропаның кітаптары болсын, орыс ақын жазушыларының кітаптары болсын, Абай соның бір тіпті діни мәселелер болсын дейді. Абай өзінің ішкі сүзгісінен өткізбейінше, ол нәрсені дұрыс деп қабыл алмайтын дейді. Яғни рухани өзінің ішкі сүзгісі, фильтрі өте мықты адам болған. Ол қайдан қалыптасты? Ол біздің жаңа әуезов айтып отқан бірінші қайнар өзінің төл фольклорлық мұраларынан қалыптасты. Біздің де жаңа ден қойып отырғанымыз осы ғой. Әжелерінің арқасында да ең бірінші. Берген білімінің. Ата-ана өзінің баласын тани отырып, өзінің жанрларды бөліп 13 жасқа дейінгі уақытқа мерзімге қойғаны абзал деп есептеймін. Осы жасты жоспарлап. Керемет. Рахмет. Жақсы нәрселер айттыңыз. Көпшілікке де пайдасы тиеді деп ойлаймын. Жалпы енді маған мынандай қызық бір сұрақ. Үйде балаларыңызға ертегі оқисыз ба өзіңіз? Жалпы. Әрине оқимыз. Бізде ата әжесі бар. Өзіміз бармыз. Анасы екеуміз.
міндетті түрде балаларға оқимыз, және үлкендері кішісіне айтады, оқиды. Бұл нәрсе міндетті түрде жүріп отырады бізде. Машалла, жақсы. Енді мынадай бір сұрақ туындап тұр менде. Жалпы қазақ ауыз әдебиетінде бала мен әке қатынасы қалай суреттеледі? Енді жаңағы кішкене шет жағасын қозғап өттіңіз, иә, жиренше шешен мен оның баласының қарым-қатынасын. Енді мен ол оқиғадан бағана сіз айтып отырған кезде де нені байқадым, жаңағы әкенің баласына деген сенімін байқадым. Яғни қандай жаста болса да, қандай кішкентай жаста болса да, әкесінен баласына деген бір сенім артып тұр, бір сенім жаңағы туындап тұр, иә. Яғни мен балам істей алмайды ау, қазір қолынан келмей қалады ау деген бір күдік жоқ. Баласына деген бір сенім артып тұр да. Мысалға, мен осы бір көріністі байқадым. Жалпы басқа ауыз әдебиетінде әке мен бала көрінісі қалай суреттеледі? Басқа да үлгілермен, мысалдармен бір келтірсеңіз. Әнме қазаққа белгілі ертөстік ертегісі бар ғой. Сондай ертөстіктің әкесі. Кішкене даусыңызды қаттырақ шығарасыз ба, Ореке? Сіздің даусыңыз бір кішкене арасында кетіп қалып тұрғандай ма? Жақсы. Мынау бүкіл қазаққа белгілі ертөстік ертегісі бар ғой. Сонда әкесі ертөстікті басқа баласынан бөліп алады, иә? Ертөстік, аха. Осы не үшін? Иә, ертөстікті басқа баласынан бөлек қарайды. Ал анау қарсы жағында кенжекейді әкесі басқа қызынан бөліп қарайды. Иә. Бұл неден? Бұл баланы тануға деген стрелка жатыр да осы жерде. Балаңызды таныңыз. Кім? Ішінде. Кішкентайынан. Алтының бірі абадан дейді қазақ. Иә. Алтының бірі абадан дейді. Осы абаданды тану керек болып тұр ғой әкеге. Соның міндеті әкеде деп тұр. Бұл ертегінің айтып тұрғаны, соның міндеті әкеде дейді. Жаңағы бір ғана элементі, менікі бөлек деп қарауының контекстінде осындай таным жатыр. Әке баланы таныр. Қазақ оны айтады. Тағы да фольклордың өзінде айтады. Әке балаға сыншы дейді. Ана балаға сыншы деп айтпайды. Әке балаға сыншы дейді. Ал мынау жаңағы жиреншеде бірінші сіз айттыңыз сенім, балаға сенім деп. Ол қайдан келді? Ол өзінің ісіне сенімділігінен келді. Яғни ол үйретіп қойған, өзінің тілін алатын қылып, жерге жатқанда қамшы берсе, ұятқа қалдырмай алып беретін, ол сеніп тұр. Сондықтан да оны азамат деп айтып тұр, 6 жастағы бала. Әйтпесе біздің дүниетанымымызда ондай жоқ. Негізінде. Анадардың тұрғыда уәзірлердің күліп келе жатқан әңгімесінде шындық бар, келісуге болатын. Бұл жерде интеллектілік шындық жеңіп кетіп тұр ғой, жиреншелік. Өзінің интеллектісі баласын азамат қылып тәрбиелеп қойғандық 6 жасында бір мұқтаждығын шешіп бере алатын. Және айтқан сөзіне кетпейтін қылып, орындатуы дұрыс бағыттағы жұмыстарды. Ханның алдында қаймықпай тапсырма орындауға жетуі, бұл оңай интеллект емес. Бұл жерде жиреншенің өзінің жатыр. Ал біздің мақал мәтелдерімізде жәнегі айтады. Бүкіл қазақ білетін бір ауыз мақалға жүгінейік. Біз соны анау бағана айтылған Инстаграм каналымызда еғылғанбыз, талдап айтқанбыз. Әке асқар тау, ана мөлдір бұлақ, бала жағасындағы жайқалған құрақ. Осы жерде біз ана бала мәселесін қоя тұрайық, әке тақырыбы болғандықтан әкені талдайық. Тау қандай? Тау алыстан биік болып көрінеді. Тау табиғатында мызғымайды. Тау орнықты. Таудың сай-саласы бар. Қатпар, оңғыл шұңқыры бар, және орманы, өзінің ағаштары, жемістері оның ішінде, және шөптері. Тау тақыр болмайды, өзі бір ауыз сөзбен айтсаңыз. Тым құрғанда басы мұз құрсанып жатады, керемет тау болса. Міне, осыдан әкеге деген өзінің асқақтық биіктігі. Яғни бұл өзінің бір таным жағынан биік тұратын болса, интеллекті жағынан биік тұратын болса, бұл әке деп айтуға лайық болады қазақ дүниетанымында. Және оның мызғымастығы баланың алдында өзін ұстай білуіне кетеді ғой арша. Және оның саласының болуы, сан салалы интеллекті болуы, яғни әр нәрседен хабардар болу. Қазақ айтады ғой, жігітке 90 өнер аз дейді. 90 өнер аз. Көп демейді. Қараңыз, бұл нәрседе жігіт деген енді әке болатын тұлға ғой.
жас шағында үйреніп қой деген сөз ғой, жігіт күніңде үйреніп қой, кейін таудай әке болуың үшін деген сөз. Иә, әке деген Негізі біз мақал атқа лайық мәтелдерді болу керек бір болып тұр бірімен ғой. бөліп қараймыз. Негізінде танымдық ішкі байланыстар бар. Жаңа қараңызшы, жігітке стрелка тұр, 90 өнер үйренсең де аз болады дейді. Сөйтіп келеді де, әке болған кезде сен таудай болуың керексің. Соған жаңа 90 өнер қатысты болып тұр ғой. Танымдық жағынан бір-бірімен қабысып жатыр ма? Қабысып жатыр. Негізі мақалдар бір-бірін толықтайды. Жеке-жеке жүргенімен. Ол формасы ғана жеке жүрген. Ал енді мынау баланың жаңа таудың биіктігі, мынау жерде жатқан бұлақ пен құрақты көріп тұруға мүмкіндік бар ма? Бар. Әрі қорғап тұрады ғой, былай қарағанда. Және таудың басына шықса не болады? Көз аясы кеңейді, алысты көреді. Ал балаңыз дейді, сіздің танымдық иығыңызға шыққанда көз аясын көз көрім жерге жеткізіп қоятын болуыңыз керек дейді ғой. Әкеге талап. Және дейді, сондай биіктігің болсын дейді өзіңде. Ал сенің иығыңа шыққанда бір ауылды ғана көріп отырса, ағайын туыстың арасындағы араздықты көріп отырса, дүние қоңыздықты көріп отырса, бір ғана кәсіптің соңында жүрген бір ой жүйесі тар болатын болса дейсіз ғой. Бір кәсіптің соңында жүрген қазақ өзі үйікшік деп айтады бұрыннан. Яғни үйде өз шаруасымен соны қазақ үйікшік дейді. Яғни бүгінгі бір ғана кәсіптен жүре берген адам қазақ солай айтады. Сондай болатын болса, сол саланы көріп, әкем дәрігер болған, мен де дәрігер болайыншы. Әрине, интеллекті деңгейде талдап тұрса, мысалы әулеттік деңгейде осыны бір ұрпақтар сабақтастығын ауластырамыз, осымен елдің көптің кәдесіне жараймыз. Мен осы әкемнің ізін ары қарай дамытып, осы дәрігерлік саласында жетістікке жеткіземін. Әкемнің ғылыми зерттеуін жалғастырамын дейтін, ол бөлек әңгіме. Ал әйтеуір жанымды бағам, өзім білмеген жерімді әкем үйретіп жібереді деп бару, ол жаңа үйікшіктік сана қазақ рухани. Міне осы жерден әкенің кім екендігі шығады ғой. Ал енді бір ғана қараңыз, Құнанбайдың әкелік ұстанысын айтайын. Құнанбай өзі біздің таяу заман тарихымыздағы бала тәрбиесінде жетістікке жеткен бірден бір әке. Иә. Абайда бала тәрбиелеген, ол кісінің арманы жоқ шығар. Саяси репрессияға ұшырап кетті, ұрпақтары қуғындалып кетті. Әйтпесе кейінгіде біраз тұлғалардан шығатын еді. Бірақ өкінішке орай біз тұлғалардың ішінен Абайдай бала тәрбиелеген тұлғаны таба алмаймыз. Ал осы Құнанбай өмірінде Құнанбай балуан болған, Құнанбай батыр болған, Құнанбай шешен болған. Анау Яншкевичтің естелігінде айтады ғой, ол бұрап қойған сағат сияқты дейді. Бұрамағанда ғана тоқтайтын сағат сияқты дейді. Азаннан кешке дейін сөйлейді. Екі ауыз сөзден кейін шариғаттан үзінділер келтіріп, абызша сұңқылдайды дейді. Машалла. Көрдіңіз ба? Сонда нәрсе, және қазақ даласынан келіп жататын, түкпір-түкпірден дау шешуге келіп жататындар алдын Құнанбайдың босатпайды. Абай осындай әкені көрді, Абай шешен әкені көрді, балуан әкені көрді, батыр әкені көрді, ел қорғаған, жаудан жылқайып баратын мысалы, барымта сырымтадан. Әрқайсысын тарқатып айтсақ, әрқайсысында өзіндік аңыз бар, және әрқайсысында керемет жетістікке жетіп барып, тоқтауын білгендер. Енді барлығын біліп, жаңағы потенциалист деген ұғым бар ғой қазір тұлғалық неде. Осы әр салада жүретін адам, бірақ белгілі бір жетістігі жоқ адамды айтады. Ондай болмаған. Әр саланың жетістігіне жеткен тоқтай қояды да басқа келесі интеллект салаға өтеді. Құнанбай бай боламын дейді, бай болады. Құнанбай аға сұлтан ел басқарамын дейді, басқарады, аға сұлтан болады. Қарадан оның алдына озып шыққан ешкім жоқ. Қарадан шыққан қазақ. Яғни бірнеше салада жүргенімен, әр салада өзінше бір жетістікке жете білген дейсіз ғой. Иә, сол саланы жеткізіп барып, келесі салаға ауысып кетеді да, тоқтауын біледі. Ол балаға үлгі алады. Менің әкем осындай. Яғни, істей білу керек, жетістікке жеткізіп, шырқау шыңына шығарып, тоқтатып білу керек деген мәселені ұялатып баланың санасын. Оны міндетті қасында көріп жүреді. Ал енді мынау Құнанбайдың естіп жүр жаңағы
неғылу әкеге қатысты қосымша айта кетейін. Мысалы, Құнанбайды неде кім айтады? Әрқан Кәкітайұлы өзінің естелігінде айтады. 13 жасында медреседен алдырып алды дейді. Осыдан кейінгі өмірінде дейді, бір ауыз сөзбен сипаттайды. Қасына бөлтірігін ертіп жүріп бауылған арлан қасқырдай дейді. Құнанбай Абайды қасына алып тәрбиеледі. 13 жасында жаңағы отау статусқа жетті ғой. Енді ары қарай озық ойлы азамат, яғни абайша айтқанда шығандап ойлайтын, шығандап қылық қылатын азамат деңгейіне жеткізу үшін дейді, ол қасына алып баулуды дейді ғой. Осындай әке өз интеллектісі қаншалық бай болады, баласын дұрыс методика қолданса, одан ары интеллектісін асырып тудыруға мүмкіндік болады. Сол үшін де керек. Фолклорда бұл туралы көптеген ақпараттар. Біз бір мақалды тарқатып айттық, бір-екі аңызбен, бір ертегімен тоқталдық, мысалы. Алла разы болсын, Ореке. Өте жақсы әңгімелер айтылды. Біршама ауыз әдебиетінің жан-жақты қырынан аштыңыз деп ойлаймын. Енді жалпы былай адамгершілік тұрғысынан, мәдени тұрғыдан, мәдени таным тұрғысынан ауыз әдебиетінің мысалға көптеген пайдасы бар екенін білемін. Бірақ мысалға жаңа сіз айтып өттіңіз, тарихи танымдық жағын, қоғамдық танымдық жағын, мысалға ол жақтарын мен көп мән бермеген екенмін өзімде. Сіз айтқаннан кейін бір ерекше шынында да деп бір қызығып отырмын. Ол жақтарын да ескеру керек екен ғой деп, мысалға, балаға үйреткен кезде ол жақтарында айтып отыру керек екен деп. Рахмет сізге, әңгімеңізге рахмет, сұхбатыңызға рахмет. Алдағы уақыттарда мүмкін тағы да бір тікелей эфирлерге шығып жатармыз, басқа тақырыптармен шығып жатармыз, Жақсы, рахмет. Өте пайдалы, өте терең әңгіме айтылды. Енді оқырмандар да өздерінің алғыстарын айта жатар деп ойлаймын. Рахмет сізге, сұхбатыңызға тағы да. Сізге шығармашылық табыстар тілеймін. Жақсы, амандықта жүздесейік. Сау болыңыз. Рахмет. Жақсы.